Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге мінсіз құймақ рецептісін ұсынамын. Осы уақытқа дейін бірнеше рецепт түрін жасап көрдім. Әрқайсысы әртүрлі болып шығатын. Кейбіреулерінде ортасы піспей қалатын, ал кейбіреулерінде тіпті көтерілмей қалатын. Бірақ мына рецепт мінсіз болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Және де маған тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп видеоны соңына дейін көруді де ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Бізге қажетті заттар: ұн, жұмыртқа, қант, жылы айран, ас содасы және де тұз қажет болады. Барлық құрамын осы видеоның астына грамдармен жазып қоятын боламын. Алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз, дәміне қарай қант саламыз. Маған құймақтың тәтті болғаны ұнайды, сол себепті көбірек салдым. Егер сіздерге тым қатты тәтті болған ұнамаса, 2-3 ас қасық салсаңыздар да жеткілікті. Содан соң шым-шым тұзымызды салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Бұл жерде миксер қажет емес, тек қана венчикпен араластырсаңыз болғаны, немесе шаңғышқымен де араластыруға болады. Одан соң міндетті түрде жылы айран құямыз, алдын ала кішкене ғана жылытып аламыз, салқын болмауы керек. Менде дүкеннің айраны 1% немесе 2,5% майлылығы жарайды. Содан соң електен өткізілген ұнымызға ас содамызды салып, аз-аз бөліктерге бөле отырып салып шығамыз. Міндетті түрде содан соң жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аласыздар. Мінеки қараңыздар, қамырымыз осылай болып шығу қажет. Қатты қоюда емес, қатты сұйықта емес. Қасықтан, яғни венчиктен осылай оңай алынып түсуі керек. Дайын болған қамырды кемінде 10 минутқа қалдырғаныңыз дұрыс. Сонда кішкене қоюланып, піскен кезде де томпайып, әдемі болып пісіп шығады. Менде 10 минут тұрды. Содан соң табаға сұйық майымызды, сұйық майы тым көп болмау керек, кішкене ғана құйсаңыздар жеткілікті. Қыздырып аласыздар, бір қасықтап, яғни бір ас қасықтап салып шығатын боламыз. Содан соң 3-4 минут тұрса, өзі қызарып пісіп шығады асты. Яғни асты піскеннен кейін келесі үстіңгі жағына аударып аласыздар. Астыңғы жағы үстіңгіге қарағанда тез піседі. Шамамен 1-2 минуттай. Осындай болғанға дейін пісіріп аласыздар. Міне барлық құймақтарымызды осылай пісіріп аласыздар. Қызарғанға дейін. Мінеки достар, біздің құймақ дайын. Әртүрлі тосаппен, қаймақпен, сгущенкамен ұсынып берсеңіздер болады. Қаймақтың ортасы керемет болып 100% пісіп шығады. Дәмі де сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Барлықтарыңызға ас болсын.